Ассалаумағалейкум қазақ елі, тіл майдан жалғасып жатыр. Достар, біз соңғы аптада 3 сотымыз өтті. 3 қалада: Өскемен, Павлодар, Алматы қаласында. Тіл майдан жалғасып жатыр. Біздің белсенділер ешқандай пиар жасамай, енді мынау қазақта мақал бар ғой, ойламай сөйлеген ауырмай өледі. Және маған көп осы блогерлер күліп еді, мен үстімнен қылмыстық іс қозғады, сонда мен кеткесін енді мені көбісі боқтады. Ол орыс тәрбие көрген, орыстармен өскен өзіміздің шала қазақтарымыз мен туралы көп нәрсе жаман сөз айтты. Енді оларда мен секілді мен үстімнен қылмыстық іс қозғады, бірақ мен олар туралы ештеңе жаман айтпаймын. Олардың бастарына да келеді деп ойлаймын. Мен басыма күн туғанда олар күлді, міне қашып кеттің, анау мынау деп. Вот натворил здесь делов, ты кровь хочешь пролить деп. Бұның бәрі былтыр айтылған сөздер, қан бәрбірде төгілді. Қанды қандарда бәрбірде мына я не против Назарбаева деді, одан кейін я не против Тоқаева деді. Енді сол Тоқаевтың билігі, Тоқаевтың МВД-сі сол ойламай сөйлегендерге қылмыстық істер қозғап жатыр. Сондықтан біз ешқандай эмоцияға берілмейміз, ары қарай жұмыс істей береміз. Тіл майдан жалғасып жатыр. Олар бұл блогер емес, олар қарапайым құрылысшы, қарапайым электрик, қарапайым мұғалім. Сондықтан тіл майдан жалғасып жатыр. Сабыр сақтап, эмоцияға берілмей, ары қарай жүре береміз. Мен үстімнен енді қылмыстық іс қозғалды. Енді қанша, 1 жыл болады, 2 айдан кейін үстімнен қылмыстық іс қозғалғалы. Енді маған күліп жүрген адамдар, енді бір Құдай өзі көріп жүр ғой, кім қандай екен. Басында аға көке деп жүрген адамдар қазір сенсің деп. Енді ары қарай жұмыс жалғаса береді. Мына мақсаттарымыз бар. YouTube арнама салдым. Сол мақсатпен енді Құдай қаласа осы айдың аяғында мынау бүкіл филиалдар бас қосып Zoom конференция өткіземіз. Соған дайындалайық. Және референдумға бойкот, референдумға қатыспаймыз. Мынау менің 350 қазағымды келіп атып қырып өлтіргізген, Ресейден әскер шақыртқызған билік және Путин жасап жатқан референдумдыға біз бойкот жариялау керекпіз. Өйткені қазаққа қандай референдум керек? Қазаққа мемлекеттік тіл, қазақ тілі және Конституцияның 7-ші бап 2-ші тармағын алып тастау керек. Бізге сол бірақ референдум керек. Мынау қалғаны, анау, мынау, Назарбаев, ал Назарбаев елбасы деген сөзді алып тастады. Одан не пайда қазаққа? Не ипотеканың мынау пайызы азайды ма? Жұмыс бердіңдер ме? Әлде орыс тілін білмейтін қазақтарды бәрін қызметке алдыңдар ма? Жоқ, әрине. Сондықтан тіл майдан жалғасып жатыр. Қосылам деген азаматтарға есік ашық.